بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылмандар, Аллахтың қалауымен бүгін Ханафи мазхабының классикалық мәтін кітабы Мұхтасар әл-Уқайя кітабының кезектегі дәрісіндеміз. Біз сіздермен алдыңғы өтілген дәрісте закатул маадин, яғни кен қазба байлыққа қатысты, яғни содан берілетін зекет бабын оқу барысында едік. Біздің келіп тоқтаған жеріміз «Уаканзун фихи симатул ислам кәл-луқата» деген жерге тоқтадық. Үш түрлі бұл маадинді үш түрлі термин кездеседі деп айттық біз алдыңғыда. Маадин, одан кейін не дедік біз оны? Кәніз дедік, одан кейін риказ дедік. Маадинға бұл Алла тарапынан, ешқандай адамның ықпалынсыз, адамның себебінсіз Алла тарапынан жердің астында жаратылған махлуқ дейді фикаттарымызда. Алтын, күміс байлықтарға айтылады маадин деп. Ал кәнзға бұл жаңағыдай сондай қазба байлықта адам көміп қоятын болса, жердің астында оған кәнз деп айтылады. Ал рикази екеуінде қамтиды екен. Енді кәнзун дейді, сол адам жердің астына жасырып қойған сол байлықтар, алтын болсын, күміс болсын, фихи симатул ислам. Ислам белгісі бар кәнз дейді. Луқата секілді болады дейді. Ол не деген сөз? Луқата деген жерге түсіп қалған зат. Мысалы үшін адамның қалтасынан бір зат түсіп қалатын болатын болса, мысалы ақша дейік қазір, 10 000 теңге түсіп қалды мына жерде Өренбек. Жолдан тауып алды. Не істейсің сен бұны? Иесін іздеймін. Кімдікі деп қалтаңа салып қоясың ба? Мүлік біреудікі. Немесе кімдікі деп қатты айтасың ба? Қайсысы екеуін білемін. Иесін іздеймін. Бұл жерде үкім бар екен да. Бұл жерге түсіп қалған нәрсені жерден көтеруде адам ниетіне қаралады екен. Ниеті қалай оның? Жерден көтеру деген мақсаты осыны мен қажетіме жаратамын деп көтеретін болатын болса, оның қолы яд боман болады екен. Бізде яд әман және яд боман деген бар. Яд әман деген аманат тапсырылған қол болып айтқанда. Яд боман деген жаңағы соның өтемін өтеп беретін қол айтылады. Жалпақ тілде айтатын енді. Мысалы үшін жерден көтерген кезде бұны егесіне қайтарып беремін деп көтеретін болса, яд әман болады. Ол не деген сөз? Қайтарып беремін деп алды, сосын не істеді? Оны ұрылар ұрлап кетті. Немесе сәмәуи апат, Алла тарапынан келген апат, су тасқын болсын, басқа нәрсе болсын, оны жаңағыдай жоқ қылып жіберді. Ол егесі келген кезде оны өтеп бермейді. Өйткені бұл ниеті қандай болды, әман. Өзі жоғалтып алса да болса? Өзі жоғалтып алса да. Өзі жоғалтқанда қалай? Тағаддисіз, шектен шығусыз. Тағадди деген, яғни шекарадан аттау деген білдіреді. Просто үйінде тұрды, жоғалып кетті. Қалтаң тұрды, жоғалып кетті. Ол кезде не істейін, өтеп бермейсің. Ал егер көтерген кезде сен бұны өзіңе пайдаланамын деп алатын болсаң, онда яд болман болады. Өтеп бересің соң. Күнәһар боласың бұл жерде. Екі нәрсе. Енді жерге түсіп қалған нәрсені не істейміз біз оны? Егесін іздейміз немесе күтеміз егесін. Қанша уақыт дегенде ғалымдардың арасында ихтилаф бар. Соның басымдылық берілген пікірін айтайын сендерге. Ол ойына басым болса, келмейді-ау деген ой басым болса. Келмейді-ау деген ой басым болатын болса, онда әлгі тауып алған қаражатты 10 000 теңгені Өренбек не істейсің? Маған садақа етіп жүресің. Немесе қарагенге садақа етіп жүресің. Тіпті өзіңе жаратпайсың. Өзіңе алмайсың. Біреуге садақа етесің. Сосын барып келсе де, сосын келетін болса, ол кезде оны өтеп береді екенсің. Енді сол затты жердің астына тауып алған біреу көмген зат түсіп қалған секілді болады. Не істейсің сен оны? Тауып алсаң, күтесің, дәл осының үкімінде болады. Ойдың басым бөлігіне келмейді-ау деген болатын болса, онда не істейсің? Біреуге садақа етіп жүресің. Көтермесем де бола ма? Абзал көтермеу дейді. Ғалымдар дейді, абзал көтермеу, қалдырып қоя салу дейді. Ал бірақ мұстахаб болады, уәжіп болады көтеру. Қай кезде? Егер де болған жаман адамдардың ықпалымен жаман адамдар келіп осы қаражатты, затты жаратып жіберетін болатын, жұмсап жіберетін болатын болса, мұсылманның малын сақтау мақсатында не істеу керек болады? Көтеру керек болады.
Біліп тұрсың, сен қазір алмасаң, оны басқа біреу алып, жаратып жібереді, басқа қылып жіберуі мүмкін да. Сол кезде саған көтеріп алу уәжіп болады. Ал жаңағыдай ондай қауіп болмаса, онда көтерумен мұстахаб дейді ғалымдар. Сондықтан қазір онда сіз көтере бере ме бәрі? қазір көтере беру керек. Неге? Өйткені пасықтық көп қой қазір енді. Бірақ ниетіңді сен қайтарып беру ниеті болу керек та. Сондықтан кешірім сұраймын. وما فيه سمة الكفر خمسة. Ал енді сол кәніз, жер астынан тауып алды кәнізді. Ол жерде не бар? Куфрлық белгі бар, кәпірлердің белгісі бар. Крестік шықты мысалы үшін. Хумиса 5-тен бірі мұсылман басшыларына тапсырылды. 5-тен бірі. Шықты. Ал қалғаны өзіне алады. وباقيه للواجد. Қалғаны тапқан адам. إن لم تملك الأرض. Егер жерді өзі иелік етпеген болса, жердің жаңағы иесі болмайтын болса, соның وإلا. Ал егер жердің иесі болатын болса не болады? فللمختطة له أي مالك الأول فتح. Жерді сызып берген, жер өзіне сызылып берілген адамға болады. Мысалы үшін қалай? Сен бір зат не істедің? Тауып алдың жердің астынан. Ол жердің егесі болмаса, тауып алған заттың күпірлік белгі бар. Несесін 5-тен бір мемлекетке бересің, мұсылман мемлекетінің басшысына. Қалған бірін өзіңе аласың. Ал жердің иесі болатын болса, не істейсің енді оны? Не істейсің? Жерді әуел кезінде мысалы үшін не істеді? Фатх қылды бір жер. Бір жер не істеді? Фатх қылды, ашылып басылып алды мұсылмандар тарапынан. Сосын не істейді? Адамдарға бөліп береді ғой. Бөліп берген кезде әуел баста кімге бөліп берген еді? Соған тиесілі болады бұл зат енді. Түсінікті ғой? Ол тірі болмаса 100 жыл біткен арада, өліп кеткен. Не істейді? Мирасқорларына береді. Ал егер оны таба алмайтын болатын болса, оның ең әуелгісін таба алмаса, екінші рет кімге берілген ол жер? Соған беріледі. Түсінікті ғой? Исламдан әділ ма? Әділ, әр нәрсеге де мән береді. وركاز صحراء الدار الحرب كله للمستأمن وجده. Риказ деген не? Екеуінде қамтиды. Дарул Харбтың сахарасында табылған риказ, оның барлығы тапқан мұстәмин үшін болады. Тауып алған адам үшін айтқанда. Мұстәмин деген сөз Дарул Харбқа кәпірлердің амандығымен кірген адам айтылады. Амандықпен кірілген адам. Сауда жасауға, яғни оның қауіпсіздігін бәрін кім қарайды? Кәпірлер қарайды. Соған болады. Сахарасында, яғни сол Дарул Харбтың сахара жазық даласынан тауып алсаң, өзіңдікі болады. وإن وجده في الدار منها رده على مالكها. Ал егер сол кәпірлердің дәрінен ауласынан тауып алатын болмаса, аула кімдікі? Соған қайтарып береді. Өйткені ол жердің егесі бар. Түсінікті ғой? Кәпір болса да дейсіз. Кәпір болса да қайтарып бересің. وإن وجد ركاز متاعهم في أرض لم تملك خمصا وباقيه له. Енді риказа матаихим деген, риказ айттық қой, екеуінде қамтиды. Матаихим деген бұйымдар, құмыра болсын, мата болсын, кез келген бұйымды егер тауып алатын болса, мұсылман адам. Ләм тумлак, сол жеріне істелмеген еш жоқ. Хумбиса 5-тен бірі мұсылман мемлекетінің басшысына тапсырылады, қалған бақиһи қалған өзіне алады. Мысалы үшін сахарасында құмыралар, сондай заттар тауып алдың да, 5-тен бірін аласың, бөлесің да, кімге бересің? Мұсылман басшысына бересің, қалғаны өзіне аласың. Түсінікті ғой? Осымен бізде закатул маадин бітті. Енді закатул асал уәл хадрават. Көкөністер мен әселге қатысты. Оңтүстік жақта әсел дейді, бізде балды. Батыста бал дейді ма? Әсел десе түсінбейді басты. Түсінбейді. Асал деген арабша ғой, әсел деген араб сөзінен алған ғой. وفي عسل الأرض عشرية أو جبل وثمره وما خرج من الأرض إن قل عشر إن سقه صيح. عشри жерден егерде бал алынатын болса, немесе таудан, немесе сол таудағы ағаштың жемісінен, және де жер шығарған нәрседен, егер аз болса да ұшыр беріледі. Уафи асал ард ұшрия ұшрун деген сөз. Түсінді ме? Осылай байланады. Уафи асал ард ұшрия ұшрун болады. Демек,
ошыр жерден бал алатын болсаң, ошыр бересің. Ошыр деген несі ол? 10%. Ондан бері ғой. Ondan. 10%. Енді таудан не істедің сен? Бал алдың. Одан да бересің. Не үшін? Өйткені бал арасы бұл балды қақтан алады? Гүлден алады. Ал гүл қақтан шығады? Жерден шығады. Түсінікті ғой? Бұл имам Абу Ханифаның пікірі бойынша. Яғни ода не жоқ? Нисап жоқ. Абу Ханифада. Ал екі имам Абу Юсуфта нисап бар екен. Балда нисап бар екен. Мен қазір оны ұмытып тұрмын, Аллаху алам қанша не екенін килограмм. Бірақ Абу Ханифада бар. Абу Юсуфта бар. Уәсамарихи таудағы жемістен де беріледі. Уәма хараджа минал ард, жерден шыққан нәрседен де ұшыр беріледі. Яғни жерден не шықса да береді. Бұл жерден артқа анықтама беру керек. Жерге анықтама беру керек. Жер екіге бөлінеді. Яғни дар деген не? Жер үй біздегі. Жер үйдегі жерге айтылады. Екіншісі егістіктегі жерге айтылады. Егер де үйдің алдынан шығатын болатын болса, помидор, огурцы деген секілді, одан бермейсің. Одан не істемейсің? Бермейсің. Яғни одан мақсат не? Ол не ретінде оны сату үшін, яки болмаса сатып пайда табу үшін оны өсірген жоқсың сен. Күнделікті жеу үшін не істедің? Өсірдің. Одан бермейсің. Ал екінші көзқарас бар. Егер де есіктің алдында да ексең, мысалы үшін оңтүстік жақта есіктің алдында 30 соттық жерге не егіп жатады, мысалы үшін 30 соттық 10 соттық жерге теплица. Бірінші теплицалар не істейді? Оңтүстік жақта мысалы үшін теплицалар егіп жатады, 10 соттық 30 соттық болсын. Сол жерлерге жаңағыда егер де сатып пайда табу болатын болса, онда беріледі. Ал күнделікті жаңағыда егіп қойдың, онда ниетің жоқ. Бір парник ексең де, бірақ ниет жоқ ода. Өзің жеу үшін. Банк жауып тастайсың десең, одан бермейсің. Ал егістікке арналған жерлер болатын болса, одан 2-3 шықса да бересің. 5-6 шықса да бересің. 5 кило алсаң да бересің. Сондықтан неге? Өйткені имам Абу Ханифа рахматулла бұл жерде Құран аятын негізге алады. Аятта қалай? Аятта былай келеді. Мен аятта есім шығып тұр. وَمِمَّا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ деп келетін аят бар ма бізде? Сол жердегі وَمِمَّا-дағы мә не болып жерде ғұмум, яғни бәрін қабылдайды ішінде. Жерден шыққан нәрсе аз болсын, көп болсын. Яғни бұл жерде не жоқ? Сосын қағида бар бізде. Ал-мутлақ яжри аля итлақи. Мұтлақ күйінде жүреді. Ғұмум не істемейді бізде? Ахад хадистермен қайт жасалынбайды. Түсінікті ғой? Ғұмум болған нәрседе. Енді Аллаху алейхи Абу Ханифа нәрсеге сүйеніп, егістіктен аз нәрсе шықса да бересің. Инсақаху сайхун. Егер оны сел суы бар ғой, сел суы суғаратын болатын болса, ау матарун немесе жаңбыр суы суғаратын болса, онда 10% бересің. 10%. Илля фи наху хатаб. Тек қана бермейсің, ағаш, қамыс секілді нәрсе шығатын болатын болса, яғни сен өзің еккен жерге қамыс екіп тастадың мысалы үшін. Одан бермейсің. Неге? Өйткені бұл ұшыр жердің ақысы. Сен Алла Тағала берген жердің істесін пайдаланасың, оның ақысын беру керек. Енді сен огурцы, помидорыңды шығарған кезде жер құнарлы болмаса шықпайды ғой. Демек жердің құнарлығымен не істеп жатыр ол? Шығып жатыр. Әрине, бірінші Аллахтың қалауымен. Бірақ жерге құнарлықты кім берді? Алла берді ғой енді. Сол құнарлықпен шыққаннан кейін оның ақысын береді екенсің. Түсінікті ғой? Ал қамыс, отын секілді нәрселер, бұлар керісінше жерді бұлар істейді екен, өңдейді екен, жердің құнарын алмайды екен, керісінше жерге құнар береді екен да ол нәрселер. Түсінікті ғой? Сондықтан не істемейсің, ол нәрседен бермейді екенсің бұлардан. Отын секілді нәрселерді. Нисфу ұшри ин суқия биғарб. Нисфу ұшр деген 5% деген сөз. 5% бересің ин суқия биғарб. Шелекпен суғаратын болатын болсаң, өзің шелекті суғаратын болатын болсаң, жерге ғарыпқа не берген? Әддәл азима деп берген екен, үлкен шелек деп берген. Ау дәлия. Дәлия бұл жерде анау не? Түйемен су тасып шығару айтылу керек. Немесе дәлияға қазір таңда нелер бар ғой, көргесін ба? Айналып тұрады да, каталог қойып қояды былайынан. Арыққа қойып қояды, айналған кезде суды құяды, ары қарай бүйтіп жіберіп тұрады. Соны да айтуға болады дәлия деп. Түсінікті ғой? Сондай нәрсемен суғарылатын болатын болса,
Ода оның 5%-ын береді екен. Иә, 5%. 10%-ын қашан бересің? Өзің шығын шығармай суарылса егер ол, онда 10%-ын бересің. Ал өзің шығын шығаратын болсаң, шығын оны да дұрыс па? Шелекпен өзің жұмысың бар деген секілді, шелек сатып алу керек деген секілді мысалы үшін. Қазір таңдағы мынау нелер бар ғой, мотормен суғару. Бұл да осыған кіреді. Мотормен суғарылғанның барлығына неше пайыз бересің? 5% бересің. Осыны беріп жатқан кезде енді егіннің шығынын көтерместен, яғни алып тастамастан. Егін кеткен шығындар болады ғой. Мысалы үшін сен жаңбыр суымен суғардың бір жерді, немесе арықтың суымен суғардың. Сөйттің да оған селитраға ақшаң кетті, дәрісіне ақшаң кетті, не кетті, жұмысшылар жалдадың, осының бәрімен шығарып тастап, сосын барып оның 10%-ын беремін деп айтпайсың. Сондықтан ғой. Иә, оны шығармайсың, кеткен шығын шықпайды. Аспан суы және де құдық суы, бұлақ суымен суғарылатын егіндердің барлығы ұшри жер болып саналады. Яғни ол ұшыр беріледі ол нәрседе. Сондықтан бізде ұшыр жері бар және хараж жері бар. Ұшыр жері деген ол не? Меншіктік жерге айтылады. Ұшыр жер деген ол меншіктік жер, яғни менің меншігімдегі жер. Ал хараж жер деген не? Арендаға берілген жерге айтылады. Мемлекет кәпірлерге мысалы үшін не береді? Жерді арендаға береді. Яғни уақытша қолдануға. Бұл жерде оның несі болады? Харажда арнайы көлем болады, ол өзгермейді. Налог болады, салық. Бұл салық өзгермейді никак. Ал ұшырдағы берілетін нәрсе өзгеріп отырады. Көлемі. Сен алған өніміңе қарай пайызын беріп отырасың. Ал не дейсе, жерді пайдаланғандың үшін бересің харажда. Түсіндің ме? Ұшыр мен хараждың айырмашылығы. Егер де сенің егінің осы аспан суымен, бұлақ суымен, құдық суымен суғарылса, не болады? Ұшри жер болып саналады. Яғни одан не бересің сен? 10%-ын бересің. Ажамдар қазған өзен өзендерге келетін болмаса, өзендердің суына, онда ол не болады? Хараж жері болып саналады. Одан жерде хараж береді. Ол не деген сөз? Кезінде арабтар бір жерді басып алудан алдын, ол жерде енді ажамдар, мұсылман емес, араб еместер өмір сүрді ғой, дұрыс па? Олар оған дейін мұсылмандар сол жерлерін, өздерінің жерлерін басып алғанға дейін олар не істеген? Қазған, арық қазған, үлкен нелер қазған, чтобы жаңа егін суғар қазған да. Сөйтіп мұсылмандар келді, ол жер басып алды. Енді ана сол ажамдар, араб емес адамдар қазған жерден егіндер су ішіп жатыр. Ұшыры берілі ме, хараж берілі ме жерден? Ол хараж болып саналады дейді жерлер. Сондықтан харажи жерлер болып саналады. 4 өзендерді солған кіреді дейді. Сондықтан Жайхун, Сайхун, Амудария, Сырдариялар біздегі қазір. Амудария, Сырдария бар ғой. Амудария, Сырдариялардың барлығы ұшри жер болып саналады. Қазір таңда енді көпшілік жерлерде, мысалы үшін Орта Азияда мұсылмандар шоғырланған ол жер. Бұл жер біз хараж жер деп айтпаймыз оларды. Барлығы ұшыр жер деп айтылады. Имам Мұхаммадтың көзқарасына бәтуа беріледі бұл жерлерге. Сондықтан хараж жер емес, мұсылмандар шоғырланып жете тұрғаннан кейін асылына қарамастан бәріне не деп береміз дейді? Ұшыр деп береміз дейді. Онdan бір жолын беру керек, сондай. عند أبي وكاد أنهار 4 وكاد ده мақсат не? Кәді харажи деген сөз. Харажи болып саналады 4 нелер өзендер, Жайхун, Сайхун дегендер, иә? Амудария, Сырдариялардың барлығы имам Абу Исф бойынша хараж болады деген. Ла айда Мұхаммад дейді. Мұхаммад хараж емес, ұшри болады. Осымен бәтуа берілген. Сондықтан ва алейхи фатуа. Ва ардул араб, арабтардың жері, ва ма аслама ахлуху. Арабтар бір жерді басып алғаннан кейін соны әхлі ислам дінін қабылдаған жерлер, ау футиха унватан, бір жерлер күшпен, яғни мұсылмандардың күшімен басып фатх қылынған жерлер, ва қусима байна жайшина, басып алғаннан кейін сол жер біздің әскерлеріміздің арасында теңдей бөлінген жерлер, ва басра жерлерінің барлығы ұшри болып саналады. Бұл жерден не беріледі, ондан бәрі беріледі деген. Сондықтан Сауат деген Ирак жерлері. Не үшін бұл Сауат деген? Ирак жерлерінде, Ирак жерінің бір мантықасы, атесен шығып тұр қазір, сол мантықасында алыстан қараған кезде көк көмбек болып тұр деген, жап жасыл көк көмбек деп ма, жап жасыл болып тұрады деген да.
қараған кезде қалың жасыл болып тұрады. Егістіктер. Соған қарап сауат деп айтқан екен. Түсінікті ғой? Сауат деген негізі қара ғой. Бұл жерде қара емес, қап-қара жерлер айтпаған жоқ бұл жерде. Ирак жерлері дейік сауатты. Және де күшпен басып алынған, күшпен фатх қылынған жерлер. Және де уқирра деген сөз жерге өздерін отырғызған сөз жерге. Мысалы үшін мұсылмандар бір жерді басып алады, сөйтіп десе әһіліне тиіспейді де өздерің отыра беріңдер осы жерде дейді, қуып шықпайды. Түсінікті ғой? Тапсырылған өздеріне. Ал салахухум, немесе солармен сулх жасасқан. Сендер бізге осыны жизя төлеп отырасыңдар, чтобы сендер осы жерде өмір сүрулерің үшін дейді. Грек деген не болды? Хараж жер болып саналады бұлардың барлығы. Түсінікті ғой? Уа мауатун ухия ю'табару биқурбихи. Тірілтілген жерлер ол өзіне жақын жермен есепке алынады. Ол не деген сөз? Ешқандай егін ексең шықпайтын жерлер болады ғой. Соған өзбек акайлар келді, өзбектер жаққа қатты не істейді ғой енді. Егінге мықты ғой енді мойындасында. Олар не істеді? Жер тірілтті. Яғни жермен жұмсатты, егін беретін болды. Енді бұл жерлерді қалай үкім береміз дейтін болатын болса, биқурбихи, соған жақын жерлер хараж жер ме, аушыр жер ме? Егер хараж жер болса хараж болады ол да, аушыр болса аушыр болады екен. Түсінікті ғой? Ол хараж жерлер екіге бөлінеді екен. Имма хараж мұқасама. Хараж мұқасама болады, мұқасама деген бөлініп берілген. Кәма юдау рубу ау наху. Ол жерге 1/4 қойылған, немесе сол секілді қойылған. Яғни Аллаху алейхи қателеспесем бұны жоқ, бұны Омар радиаллаху қоймаған, бұны қай сахаба екенін ұмытып тұрмын. Аллаху алейхи. Хараж жер екіге бөлінеді. Бірінші мұқасама деген не деген сөз? Бөлініп берілген әскерлердің арасында. Жоқ, әскерлердің арасында емес, сол әһіліне бөлініп берілген. Сол жерді пайдалану үшін 1/4 немесе 2/1, 10/1 деп қойып өзі береді ол жерде. Түсінікті ғой? Мұқасамада. Өйткені хараж жері ол меншіктік жер емес деді, дұрыс па? Мемлекеттің жері былай айтқанда. Яғни кәпірлерге, мысалы үшін, арендаға берген жерлер. Арендаға берген жер мұқасама болады, соны әһіліне теңдей бөліп береді. Бірақ ол жерге харажды өздері қояды, налогты. 4/1 деп қоя ма, кітаптағы келген, немесе 2/1 деп қоя ма, өзі біледі. Түсінікті ғой? Унисфул хариж ғаятут тақа. Шыққан нәрсенің жартысын алады сол жерден, хараж мұқасамадан. Бұл ғаят тақа, яғни шаманың шегі дейді. Яғни егер шамасы келетін болатын болса, сол әһілінің егіннің жартысын беруге, оны жартысын қойса болады сол жерге мұсылмандар. Жартысын бересің егіннің деп. Егер шамасы келмесе, жаңағы 4/1, 2/1 деген сияқты нәрсе қойылады. Түсінікті ғой? Одан көп болмайды, 60% алып кетемін деп айта алмайды. Немесе муадзаб болып бөлінеді. Кәма вадаа Умар радиаллаху анху аля сауат. Ирак жерлеріне Умар радиаллаху анху харажды, налогты бекіткен секілді муадзаб болады екен шестер. Түсінікті ғой? Яғни Умар радиаллаху анху Ирак жерлерін істеді, налог төлетуге әмір етті, бұйырды. Түсінікті ғой? Сол жерлерге муадзаб жер деп айтылады. Муадзаб хараж деп айтылады. Түсінікті ғой? Енді бұның көлемі қандай дейтін болатын болса, көлемі мынандай болады. Ликулли муадзаф хараж былай алынады. Ликулли жарибин. Жариб деген не деген сөз? 30/30 деген сөз. Былай айтқанда біздегі ол 30 соттық жер ғой. Әрбір 30 соттық үшін яблугу ал-мау, су жететін әрбір жарапқа яблуг не болады? Сипат болады, накирадан келіп тұр. Су жететін әрбір жариб үшін 30 соттық үшін муадзаф беріледі. Қанша көлемде? Муадзаф харажы беріледі. Қанша көлемде? Саун, 1 саъ көлемде беріледі. Яғни 30 соттыққа 1 саъ бересің. Не нәрседен? Бидайдан және арпадан. Және де оған қосымша плюс дирхам береді екенсің. Мысалы үшін Ирак жері. Сен Ирак жерін тұрып жатсың, мысал ретінде. Енді сен налог беру керексің ғой мұсылмандарға, дұрыс па? Налог берген кезде қандай көлемде бересің? Жеріңді есептейсің. Егер 60 соттық болатын болса, оның әр 30 соттығына 1 саъ бересің. 3 килограмм 500 бір нәрсе грамм арпадан, бидайдан. И плюс оған 1 дирхам қосып бересің әр 30 соттығына. Түсінікті ғой? Дәл осылай 60 соттығын болатын болса қанша бересің демек сен? 2 саъ және 2 дирхам береді екенсің. Оли жариб рутбати
дарахим. Мына жер рутба деген Аллаху алам жер жоңышқа болу керек. Иә? Су жететін жоңышқа егілген жарипке, яғни 30 соттыққа 5 дирхам беріледі деген. Түсінікті ғой? 5 дирхам беріледі деген. Оли жариби карм нахл құрма мен жүзімнің жарибіне мұттасилатан бір-біріне жаңағындай жанасып байланып өскен. Кейбір жерлерде жүзімге құрма бірдей өседі былай, иә? Бір-біріне жанасып өседі, байланып өседі. Сондай жариптерге, сондай жерлерге қанша көлемде қаржы бересің дейді, 2 есесін бересің. 2 есесін, яғни не деген сөз? 2 саат бересің. Бір 30 соттыққа 2 саат және де 2 дирхам береді екенсің. Неге? Өйткені ол жерде екі нәрсе өсіп тұр, және бағасы да қымбат. Уалима сиуаху ма тутиқу. Одан басқа нәрселер үшін уалима сиуаху. Басқа егіндер бар ғой, енді басқа егілетін заттар. Қияр деген секілді мысалы. Ома тутиқу, шамасы келетін нәрсені береді екен. Не нәрсе келеді? Қанша көлемде шамасы беру керек деген соны береді. Уала хараджа лау инқата'a ал-мау ан ард. Жерден егер су тоқтап үзіліп қалатын болса, онда одан хараж берілмейді. Мысалы үшін хараж екіге бөлінеді, мұқасан муалдaf. Муалдaf жерінен алайын деп басын муалдaf харажын, бірақ не істеп жатқан жоқсың сен? Ол жерден су бармайды, мүлдем су жоқ, тоқтап қалған. Ол жерде не деп аласың сен? Түсінікті ғой? Ал бірақ су бар, бірақ сен жұмыс істеген жоқсың, мүлдем. Егін екпедің. Оты бересің. Өзің жалқаулығыңмен болатын болсаң бересің. Алатын кезде мемлекет не істейді? Налогын алады. Бұл харажға қатысты, ол ашырда емес. Ашырда ол шығы көрдім деп тұр. Ағалаба әлмау алейха, немесе су басып кетсе. Су басып кетсе егінге, полны бәрі жоқ, шайып кетті. Бермейсің, не деп бересің? Ау асаба зар'a афату, немесе егінге апат жетті. Яғни сел келіп шайып кетті деген секілді мысалы. Ва яджибу ин атталаха маликуха. Уәжіп болады хараж, егер де оны өзі бұзса, егіннің бәрін өзі, яғни шайдырып алса, өзінің іс-әрекеті береді, мысалы үшін шығынға келтіреді, сонда береді. Ва ябқа ин аслама малику. Бұл жерде айтатын нәрсе бар, мысалы үшін хараж жерінде сен бір зат ектің, орылатын нәрсе ектің, мысалы үшін, иә. Соны орып алып, жинап қойғаннан кейін барып сел жайып шайып кететін болса, онда бересің. Ал орған жоқсың, келді су шайып кетті, онда бермейсің. Уаяпқа ин аслама малику. Хараж болып қала береді, сол жер, егер де сол жердің егесі ислам дінін қабылдаса да, хараж жер болып қала береді. Ау шираха муслиму, немесе сол жерді кәпірден сатып алса, мұсылман сатып алатын болса, ол мұсылман сатып алғандығы үшін ашыр жер болып қалмайды, ол хараж болып қала береді. Яғни хараж налог алынады. Түсінікті ғой? Ва ин иштара ал-кафиру ашриятал муслим уди'a харажу. Ал егер мұсылманның ашри жерін кәпір сатып алатын болатын болса, онда оған не ойлады дейді? Хараж қойылады дейді. Мұсылманның ашыр жерін істеді, кәпір сатып алды. Оған мемлекет басшысы не қояды? Хараж төлейсің, налог қояды, хараж. Түсінікті ғой? Осымен бізде не бітті? Хадраваттар және асалдың закаты бітті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.